мен кодым істеді айтып берейін. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Жасұлан. Бүгін біздер Майнкрафт ойнайтын боламыз. Мен неге қуанғанымды айтайын. Мен өз кодым әйтеуір істеді. Сендерге неге мен кодымды қайда істетуді айтпағанымды айтайын. Бұл код істегенге дейін айтпауды шешкен болатынмын, бірақ оны видеоларда айтпадым. Енді айтайын, бұл кодты да осы ойында қолданасыңдар. Тек осы Майнкрафтта қолданылатын код. Бұл кодтың арқасында мені және де менің ауылымда ойнай аласыңдар. Менің скинім тұр ана жерде, қарасаңдар. Солының шетінде оң жақта пәсте V1.1 деп тұр. Телосындағы кіресіңдер және де мені таба аласыңдар. Достар, мен жақында бір сервер ашайын деп жатырмын. Енді ол серверді мен тек менің кодымды қолданғандар ғана кіре алады. Ол кодты мен қай жерге жазатынын айта алмаймын, бірақ сендер білсеңдер болады, оны мен кейінгі видеоларымда айтамын. Достар, қараңдар, мен дәл осы жерге мобиал ойнап жатырмын. Анауын жақсы аламын, оны дамытсам болады, бірақ мен дамылып кетейін. Ал кетті, онда мен қазір өзіме қарапайым бір үй салып бастайын. Шілей қарапайым болмауы қажет мен үшін. Бұндай блоктардан емес, маған жақсы блоктардан салғым керек. Онда болса, қазір мен блоктарды қолыма алып алайын, содан кейін жалғастырамын. Достар, ал менің қолымда 2 блок бар. Тілес 2 блокпен саламыз. Бірінші оның потологын астын дәл осы блокпен саламыз. Неге мен ауылдың ортасына салып жатыр десеңдер, мен бұл үйді өте әдемі қылғым келеді. Бұл менің екінші ауылым болғаны үшін мен үйімді бірінші салып жатырмын. Үйді бірінші кірген жерден істеймін. Міне, мына жерге басқа үйлерді саламын, мына жерге болса өз үйімді. Қазірде мен қатты не қылмаймын, көп салып жатқан жоқпын. Мына жерлер ең бірінші мен бұл жерлерді істеп шыққанмен. Достар, мен ешкіммен көшіп жатқан жоқпын. Ештеңе істеп жатқан жоқпын. Дәл қазірде достарымнан кесті өткізіп жіберейін. Ал кеттік достар. Кесті өткізіп жіберейік. Түн уақытын. Болды. Диван сындырамыз. Жалғастырайық достар. Мен екінші ауылды салуды мүлдем басқалардан көшірдім. Басқа ауылды салуды, бірақ үйді өз идеям. Достар, үй өз идеям. Айтайын достар, өз идеям үй. Басқалардан көшірді жүмен бір үйді. Үй өзімнің идеям. Достар, үйді кейін қылу шарт емес. Сол үшін бірінші алдын салып жатырмын достар. Алдын ала былайынан достар. Мен мінсіз болған қалайым. Үйлі менің сонша үй салдым. Олардың барлығы мінсіз шықты. Бұл үйді мінсіз шыққан қалайым достар. Сендер үйлерің қате шықса, мінсіз болмай қалса, сендерге де ұнамайды ғой. Маған мінсіз болған ұнайды, сендерге де ұнайды мінсіз болса. Сол үшін мінсіз үй, мінсіз ауыл дегендей. Бірақ барлық нәрсе мінсіз болса қызық болмайды ғой. Сол үшін сәл басқашалау істейміз. Ондай оқ қылып істеп жатырмын. Әдемі ғой, әдемі. Қазір әдемілеп. Достар, мен өлшеп жатқан жоқпын. Прямо салып жатырмын достар. Мына жақты қарасаңдар, бұл жақта өлшенбеген. Тек қана салынған. Достар, ойлайтын шығарсыңдар, ондайда көзің ауырмай ма, ондай дейтін шығарсыңдар.
Бұл қара түс менің үйіме сәнбеді. Бұл түс жаман деп ойламаңдар. Бұл өте жақсы түс, қара түс деген. Қысқасын айтқанда, менің сүйікті түсім қара түс. Сол үшін мен айыпты хақларым жоқ. Мен өз түсім үшін барын салаламын. Қара түс мен жақсы көрген түс. Бұл түсімді жамандай алмайсыңдар. Соны жеткізе аламын сендерге. Бұл қара түсті мен не үшін жақсы көрем? Өйткені бұл түс қараңғылықтың белгісі десем болады. Бұл жамандыққа ере батыр. Қара түс жамандықтікі деп ойламаңдар. Барлық түс жақсылық жақ. Міне, адамдар басқа түстерді жақсы көреді. Міне, біреуін сары, біреуін қара, ақ, біреуін көк жақсы көресіңдер. Біреулер осы жаман десе, сендерге ұнай ма? Жоқ, ешкімге ұнамайды. Әркім өз түсімен қалады. Ұнағандарға ұнайды, ұнамағандар кетеді. Мына жерлерді бұлайынан. Жаңа дәл осылай істедім, достар. Қаракөлеңме. Мінсіз болған қалаймын. Үйім мінсіз болса, мен қуанамын. Үйім мінсіз болмаса, мен қуанамын. Барлық жақ бірдей болса, ол мінсіз болу емес. Достар, мінсіз